Қазір отбасы банкке барсаңыз, міндетті түрде минимум 3-4 сағат кезекте отырасыз. Қазір барлық филиалдарда сондай болып кеткен. Енді сіздерге бір лайфхак көрсетемін. Заранее бронь жасап барсаңыз, сіз ондай үлкен кезек күтпейсіз. Ол үшін не істейсіз? Кез келген интернет браузерге line.otbasybank.kz деп жазасыз. Яғни забронировать очередь деген шығады. Оны міндетті түрде таңдайсыз. Бұрын жасау үшін сізге не керек? Сіздің иініңіз және телефон номеріңіз керек. Шықты, міне забронировать отбасы банк, басамыз, бірінші тұрғанды иінді енгіземіз және телефон номеріңізді дұрыс енгізесіз и забронировать оранжевый батырманы басасыз. Міндетті түрде екінші операция шығады. Ол жерде филиал таңдайсыз. Филиал болғанда міндетті түрде өзіңіз барғыңыз келетін қаланы таңдайсыз және адрестер шығады. Сол адрестен өзіңізге жақын адрес таңдайсыз және мақсатыңыз таңдайсыз. Кредит бойынша барасыз ба, депозит бойынша барасыз ба, басқа операция ма кредитке қатысты. Или егер кредитті таңдасаңыз, кредит алу, консультация алу, договорға қол қою, кредитті заранее жабу уақытынан бұрын, кредиттің условиясын өзгерту сияқты подкатегория операциялар шығады. Мысалы, мен Алматы қаласын таңдадым, кредитке байланысты негізгі сұрағымды таңдадым. Менде бірнеше дата шықты, яғни бос уақыты менен именно өзім көрсеткен адреске мен декабрь айының 10-на бронь жасай аламын. Ал егер сіз депозитке қатысты сұрақтарыңыз болса, мысалы, депозитті біріктіру, депозитті жабу немесе госпрограммамен алған сізде направление болса, действующий, сіз соған қатысты таңдай аласыз. Мысалы, егер сіз бұрын Алматы жастары бақытты отбасы секілді сізде 10-15 күнге жарайтын направление бар болса, ол кезде сізге жақын күндер, ертеңгі немесе одан кейін арғы күнгі жақын күнгі даталар шығады сізге. Ал егер асықпай орындалатын операцияға келесі ай, мысалы, менде көрсетіліп тұр. Сізде ол жерде кредитке қатысты, депозитке қатысты любой сұрағыңызды басасыз, подкатегорияны таңдайсыз және адресті ауыстыруыңызға болады. Ол жерде қай күні және қай уақытта орын бос, сізге сол өзі автоматты түрде шығып тұрады. Сіз өзіңіз таңдай аласыз. Мен мына жерде мысалы госпрограммамен операцияны таңдадым. Мен уже 2 күннен кейінгі 28-29 ноябрь күндеріндегі даталар уже бос уақыттары шығып тұр. Сіз бронь жасап барасыз, сіздің алдыңыздағы клиентке қызмет көрсетіп болғаннан кейін міндетті түрде сізді қабылдайды. Сіздің ол жерде күту уақытыңыз сіздің алдыңыздағы оператор қабылдаған клиенттің жұмысының шешілуіне сәйкес. Міндетті түрде сол уақытта қабылданмаса да бірнеше минуттар сізде кешігу операциясы болуы мүмкін. Мына жерде мен сіздерге көрсетіп жатырмын, қандай подкатегориялар бар екен кредитке қатысты. Депозитке қатысты да қандай подкатегориялар бар және датасы уақыты қалай бос екені адреске байланысты шығып тұрады. Мысалы, Алматы қаласында 3 адреске бара аласыз. Төлебаева, Жетісу, 1-ші микрорайон және Сейфуллин көшесі. Мен адресті таңдадым, өзіме жақын. Негізгі операция бағытты таңдадым, мен кредитке қатысты және подкатегорияны таңдаймын. Уақытын, датасын өзім таңдаймын. Одан кейін маған подписать ету керек, яғни баратынымды мен ол жерде көрсету керекпін. Ол үшін сізде не шығады? Сізде өзіңіздің робот емес, кәдімгі физический лицо екеніңізді көрсету үшін сізде ол жерде суреттегі кодты теру керек болады. Яғни робот батырмасын басасыз, суреттегі кодты қатесіз енгізесіз. Қатесіз енгізгеннен кейін оранжевый бронировать деген батырма сізде актуальный болады. Ол бронировать деген актуальный батырманы басқаннан кейін сіздің бірінші басында иін мен телефон номер енгіздік қой, сол телефон номерге сіздің уақытыңыз, күніңіз, бұрын жасаған және қандай адреске жасағандығыңыз туралы сізге хабарлама келеді. Фотодағы кодты қатесіз енгіземіз. Мені көрдіңіздер, менде батырма бронировать деген актуальный болмай жатыр. Мен кодты қатесіз енгізгеннен кейін ғана менде бронировать батырмасын басуға мүмкіндік туады. Қатесіз енгіздім, маған дұрыс деп шықты. Одан кейін маған экранда хабарлама шығады. Мені қараңыз, менің пин-кодым, қай адреске жазылдым, қандай
операцияға барамын және қай дата, қай күні. Міне жоғарыда көрсетіліп тұр, менің уже номеріме, телефон номеріме менің кезекті брон жасағандығым туралы хабарлама келді. Сіздер де дәл осылай жасаңыздар.